Сәлем балалар, 3 сынып математика 30 сабақ өзіңді тексер тақырыбы. Білу, көбейту және бөлу амалдарындағы 0 мен 1-дің қасиеттерін білемін. Есепте 2 мен 0-дің көбейтіндісі 0, 5 мен 5-дің бөлінісі 1, 3 мен 1-дің көбейтіндісі 3, 0 мен 9-дің көбейтіндісі 0. 9-ды 1-ге бөлсек 9, 6-ны 0-ге көбейтсек 0 болады. Түсіну, сантиметр, дециметр, метр шамаларының мәндерін салыстыруды, оларға амалдар қолдануды түсінетін боласың. Есепте және салыстыр. 5 метр квадрат пен 45 метр квадраттың қосындысы артық 51 дециметр квадраттан. 9 метр квадрат артық 8 дециметр квадраттан. 35 метр квадрат бөлінген 7 өрнегінің мәні 5 метр квадрат. 5 метр квадрат артық 6 сантиметр квадраттан. 250 метр квадрат кем 300 метр квадрат пен 35 метр квадраттың айырмасынан. Қолдану тапсырмасы мүмкіндіктер тармағын құрамын. Мүмкіндіктер тармағын құрып есепті шығар. Балалар бөлмесіне дөңгелек немесе шаршы пішінді үстел сатып алынды. Оған қоса 3 түрлі көк, қоңыр, қызыл орындықтар да бар. Балалар бөлмесіне бір үстел бір орындық таңдау мүмкіндігін құрыңдар. Қанша нұсқа бар? Менде 6 нұсқа құрылды. Яғни дөңгелек үстелмен бір көк орындық, дөңгелек үстелмен қоңыр орындық, дөңгелек үстелмен қызыл орындық. Сол сияқты шаршы үстелмен көк орындық, шаршы үстелмен қоңыр орындық, шаршы үстелмен қызыл орындық. Талдау 2-3 амалдан тұратын шамалар арасындағы байланысқа берілген есептерді талдап шығара аламын. Есепті шығар. Қарындаш 9 теңге, ал өшіргіш 8 теңге тұрады. Егер 5 қарындаш және 4 өшіргіш алсақ, барлығына қанша теңге төлеу қажет? Демек, есептің шешуі. Қарындаш 9 теңгеден 5-еу. Ол 45 теңге болсын. Өшіргіш 8 теңгеден 4-еу. 8 бен 4-дің көбейтіндісі 32. Өшіргіш 32 теңге болады. 45 пен 32 сандарының қосындысы 77-ге тең. Демек, есептің жауабы барлығына 77 теңге төлеу қажет. Шамаларды әріптермен белгілеп, заттың құнын формуласын жаз. Б бағасы, С саны, Q құны. Заттың бағасын табу үшін заттың құнын санына бөлеміз. Заттың санын табу үшін заттың құнын оның бағасына бөлеміз. Ал заттың құнын табу үшін заттың бағасын заттың санына көбейтеміз. Жинақтау. Берілген белгілері арқылы сандар жиынын құрастырамын. Олардың қиылысуын және бірігуін құра алатын боламын. Әрбір жиынның элементтерін жаз. Берілген 2 жиынның қиылысуындағы элементтерді жаз. 2 таңбалы сандарға 68, 24 және 13 сандары элементтері болады. Ал тақ сандарға 13, 327 және 5 сандары жатады. Ал бұл жиындардың қиылысуындағы элемент 13 саны. Келесі жиындарға назар аударайық. Мұнда 3-ші сынып оқушылары және қыздар жиыны бар. 3-ші сынып оқушылары жиынына Дәулет, Еркін және Сая кіреді. Ал қыздар жиынына Сая, Айгүл, Маржан кіреді. Ал енді осы 2 жиынның қиылысуындағы элемент ол Сая. Өйткені Сая 3-ші сыныпта оқиды, әрі қыздар жиынына да кіреді. Бағалау тапсырмасы. Жақшамен берілген өрнектерді оқу және жазу кезінде көбейту мен бөлу компоненттерінің атауы дұрыс қолданылғандығын тексере аламын.
Ал олай болса, бағалауға берілген тапсырмаларды бірге орындайық. Әлия өрнек пен оның жазбасын дұрыс байланыстырды ма? Қатесін тексер және бұл есептерді мәнін шығар. Екі қосындының көбейтіндісі. Екі қосындының көбейтіндісі ол 2 мен 5-тің қосындысына 3 пен 2-ның қосындысын көбейту. Бұл өрнектің мәні 35 санына тең болады. Келесі, 2 көбейтіндінің айырмасы. 2 көбейтіндінің айырмасы ол 2 мен 9-ды көбейтіп, шыққан саннан 3 пен 2-ні көбейтіндісін азайту болатын. 2 мен 9-ның көбейтіндісі 18, ал 3 пен 2-ның көбейтіндісі 6. 18 бен 6-ның айырмасы 12-ге тең болады. Келесі, қосынды мен санның бөліндісін тап. Бұл өрнек дұрыс сәйкестендірілген. Ол 22-ні 5-ке қосып шыққан мәнді 3-ке бөлу өрнегімен сәйкес келеді. 22-ні 5-ке қоссақ 27, яғни жақша ішінен 27 саны шығады. 27 санын 3-ке бөлгенде өрнектің мәні 9-ға тең болады. Демек, бұл өрнек қосынды мен санның бөліндісі деп аталады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Осыменен біздің жақсыдан үйрен, жаманнан жүйрек атты бөлімшеміз аяқталды. Ал енді осы бөлімде өз бетіңмен үйренген тақырыптарды ортаға салып көр. Сен қай тақырыптарды жақсы меңгердің, ал қай тақырыптарда әлі де қателесіп жүрсің? Қателесіп жүрген тақырыптарыңды тағы да қайталап пысықтап ал. Алда сені бөлімдік жиынтық бақылау күтіп отыр. Саған жиынтық бақылауға сәттілік тілеймін.